Ассалаумалейкум барша футбол сүйер қауым, сіздермен Абай облысының құрылуына арналған бірінші Семей қаласындағы бірінші кубоктық жарыс футзалдан және де группалық ойында Қарасу және де Абай ауданы кездеседі. Қарасу командасы жасыл түсті жейдеде, Абай ауданы көк түсті жейдеде бүгін өнер көрсететін болады. Соққыдан басталды. Ойынның бірінші минуты және де 1-0 есепті Абай ауданы ашты. Бірінші фол, достар. Қарымта шабуыл өтпеді Қарасу командасында. Қарымта шабуыл және де мына жерде ойын тәртібі бұзылды. Және де тәртіп бұзушы ойыншы сары қағазбен қатаң ескерту алды. Топ Қарасу командасында және де аут. Бағытталған соққы. Бұрыштама доп. Абай ауданы допты ойынға қосады.
сәттердің бірі, бірақ доп қақпаға дәлме-дәл келмеді. Және де Қарасу өзінің шабуылын жоғалтып алды, бірақ доп Қарасу командасында қалды. Мұнда доп ойында. Бағытталған соққының бірі, бірақ қақпашы соққы жасатпады. Тағы да бір соққы Абай ауданы. Мына жерде қақтығыс. Қақпашы мен шабуылшы допқа қақтығысып қалды. Бұрыштама доп. Тағы да бұрыштама. Прессинг жағынан Абай ауданы алды. Және есеп жағынан да алды. Әзірше Қарасу командасында шабуыл жүрмеуде, және де допты да ұстай алмай жатыр негізінен. Бағытталған қауіпті соққылардың бірі, бірақ дәлдік жетіспеді. Мұнда жерде вратарь бұл соққыны қайтара білді, және де аут. Абай тағы да Қарасу қақпашысы допты қайтаруда. Тамаша, сәл дәлдік жетіспеді Қарасу командасының ойыншысына. Есеп 2-0. Абай ауданы өте оңай өтіп, екінші голды соқты. Және гол авторы Мақсұтханов 11-ші номерде бұл жерде.
ойыншының тамаша өтуі және де тамаша простреліне жауап берілген соққы. Голдың авторы 22 нөмірлі ойыншы. Dostlar, Karasu komandası bu oyunda sal o'zgardi desek bo'ladi. O'yin qaytadan boshlanуда. 2-2 degan natija. Yana golning avtori 8-nömrli Abdulin Yerasov. Karasu komandasında 4 gol. Yani de referi ona oyuncularga eskертті. Komandanın başçısına da eskертті. Сондықтан қалған 7 минут гол жасамауға тырысу керек командаларға. Тамаша gol және де gol авторы Маутхан 27 нөмірлі ойыншы 3-2. Bas dәл болмады. Доп Абай ауданы ойыншыларында. Karasu komandasында артқа ойнауда. Қақпашымен бірге бір шыға білді, бірақ қақпашыны
алдап өте алмады Мейрамбеков Дарын. Тағы бір шабуыл. Қақпашы. Бұрыштама доп. Қақпашысы допты ойынға қосты. Бұл жерде пас және де қақпашыны алдап өте алмады. Негізі қақпашы Дәуір соққыларды қайтаруды. Бұл жерде Берекбат және де қарымта шабуыл 3-3, бірақ алдап өте алмады. Бұрыштама. Ойынның 18-ші минуты. Есеп 3-2 Абай ауданы есеп бойынша алдыда. Бұл жерде қателік және де доп Абай ауданында. Қақпашы допты ойынға қосуда және де бұл жерде аут. Қауіпті соққылардың бірі. Және де қарымта шабуыл 2-1 қақпашымен бірге және де қақпашыны өтіп алдап өте алмады. Өкінішке орай ойынның 20-шы минуты өтуде және де бұл ақырғы шабуылдардың бірі болса керек. Ойынның бірінші жартысы аяқталды. Есеп 3-2. Ойынның екінші жартысы, достар. Есеп 3-2. Абай ауданы есеп бойынша алдыда. Пас тамаша шабуыл болар еді, пас өткен жағдайда, бірақ
Karasu komandasının oyuncusu dubl жасады. Бабай ауданында бақталған соққы және де қауіпті қорғаушы допты өз қақпасына бұрып жібере жаздады. Тамаша соққы. Тамаша. Дәлдік жетіспеді шабуылшыға. Дұрыс қолдана алмады. Golun avtыры Маутхан 27-ші нөмірлі ойыншы бағытталған соққы.
Oyun tartibi buzildi. Do'q Qarasu komandasida bag'itlangan so'qdi, және de qahpadan жоғары ketdi do'q. Дарын Мейрамбеков голдың авторы. Қақпаның оң жақ бағанасынан доп кетті. Қақпашыны ойынға қосты. Қақпаға бағытталған соққының бірі. Тайм-аут. Тайм-аут уақыты бітті. Ойын жалғасында және де
1-1 кездесті Қарасу ойыншысы. Және де қақпашыны алдап өте алмады бірақ. Шабуыл Абай ауданы мұнда есте көрді есеп және де автогол. Дарын Мейрамбек тағы бір голдың авторы атанды, бірақ бұл жолы өз қақпасына салынған гол. Yetmedi. Ойынның аяқталуына 3 минуттай уақыт қалды. Ойын кезінде 4 достар. Және де ойынның аяғы өте қызулы сәт. Қақпашы сәтті қайтара білді. Үшке 2 шабуыл қақпашымен мұнда жерде Медетов.
басымырақ деп айтуға болады. Абай ауданында талай сәттер болды, бірақ бір сәт ойынның ақырғы минут секундтары десек те болатын шығар. 1-2 шабуылдан кейін ойынның және де 6-5 достар, бұл тамаша матчтың куәгері болып отырмыз. Абай ауданы ол ойынды өзгерте алды, өз еншісіне. Тағы бір шабуыл және де есеп 7-5 есебімен аяқталды. Абай ауданының еншісіне.